армысыздар. Сенбілік серуен бағдарламасының бүгінгі санын біз сізбен біздің денсаулығымызға арнауды жөн көрдік. Қысқа уақытта әдетте дертіне дауа таба алмай жүрген жандардың әңгімесін көп естиміз. Айналамызда дертке шалдыққан жандар көп. Әдетте қыстың 3 ай суықтығын 3 ауыз жылы сөз сездірмейді деп жатады. Олай болса бізде дерттеріңізге дауа болар деген үмітпен шөп дәрілерден өздеріңізге жақсы нұсқада ұсынып жүрген, Қытай елінде жеті бірдей дертке патент тапқан, өмір медицинамен байланыстырған Гүлмира Серікқызымен сұхбаттаспақпыз. Гүлмира ханым, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет сізге осындай тамаша сұхбатыңызға шақырғаныңызға. Енді менің есімім Серік Гүлмира. 1991 жылы Қытай Халық Республикасының Бұратала деген қаласында дүниеге келдім. Соңынан 2010 жылы үздік нәтижемен Шинжаң медицина университетіне оқуға түстім. Бұнда менің мамандығым енді клиникалық жалпы медицина. Осыны бітірген соң Үрімжіде әскери докторханада жұмыс жасадым. Артынан Шиян қаласына барып, үздік дәрігерлер сараптау тестінен өтіп, Қорғас қаласына бөлінген болатынмын. Бірақ енді ол жерде жұмыс жасамадым, өйткені дәм тартпады. Тағдырыңыз біздің туған мекенге алып келді, тарихи отаныңызға оралды, солай ғой? Енді мына үстелде көріп отырған шөп дәрілерден көз сүрінеді, ине терапиясы, хиджама, осы шөп дәрілермен емдеу деген әдісті жалпы шығыс медицинасының терең тармағы десек болатын шығар. Жап-жас болмысыңызбен соның барлығын қалай игеріп шықтыңыз деп мен таңданып отырмын. Бізде әдетте қыздар көбіне жаңа бояудың үлгісі, заң саласы, есеп саласы деп жатады. Ал жаңа медицина мамандығына жүректері көбінің дауаламайды. Бұл да сіздің жаныңыздың қайсарлығы болса керек. Айтады ғой, дана көптен шығады, дәрі шөптен шығады дейді. Енді осы ине терапиясына, шөпке, хиджамаға кеңірек тоқталайық. Көрермендерімізге кеңірек мәлімет беруге тырысайық. Білуімше, денедегі 96-97% дерттің барлығының нүктесін дәл тапса, ине терапиямен ақ емдеп шығуға болады екен, солай ма? Иә, солай. Енді жалпы адам денесінде биологиялық актив нүктелер болады. Олар зат алмасуды реттейді. Олар өте сезімтал клеткалардан тұрады. Енді осы биологиялық актив нүктелерге ине салу арқылы ол жердегі оттегінің сіңілуін жеделдетіп, көмір қышқыл газын тездетіп бөліп шығаруға көмектеседі. Осы биологиялық енді көріп отырғаныңыздай адам денесінде, осы моделде көріп отырғаныңыздай, адам денесінде 650-ден астам белсенді нүктелер табылған. Олар белгілі бір жүйемен орналасқан. Осы әрқайсысы әрбір мүшемен байланысты болады. Осы ине салғанда ол жердегі тітіркену адам ағзасына ерекше әсер етеді. Ине салғанда деп жақсы айтып қалдыңыз. Енді мен елестетіп отырмын. Әдетте бір тұмаурап қалсаң да, әлде бір жағдайлармен ине салдырар кезде бір тал иненің өзін көріп денең мұздап кетеді. Енді қорқақ деп қалған шығарсыздар, бірақ шындығы сол. Бірақ сонда қалай адам ағзасының бір ине емес бірнеше ине қадап қоясыздар ғой? Сол жөнінде айтсаңыздар, адам қорықпай ма, ол ауырмай ма? Қанай ма деген сияқты сұрақтар. Енді адамда қорқу сезімі әрине болады, бірақ енді ол қорқып атқан адамға тікелей ине салмаймыз ғой. Бірінші ол кісінің көңілін табамыз, көрсететін жеріне ине салып көреміз. Міне ауырмайды деген адам өзі нервіне әсер еткен соң барып жалғасты процедурамызды жалғастырамыз. Иненің көлемі қандай мысалы? Биіктігі, ені, көлемі? Енді иненің көлемі, ол мысалы бетке салынатын иненің несі 3 см аралығында болады. 5 см аралығында, 7 см, 12 см, 17 см аралығында инелер болады. Терінің қалыңдығына, соған байланысты ғой? Қоятын мүшеге байланысты болады. Арық адамдарға, семіз адамдарға қойылатын иненің түрі әртүрлі болады. Сіз жаңа бетке деп қалдыңыз. Сол кезде демек беттің әжімін немесе бір өзгерістерді тежеуге мүмкіндік беретін инелер шығар, иә? Беттің қан айналысын жақсартуға, беттегі жаңадан түсіп атқан әжімдерді түсірмеуге көмектеседі ине терапиясы. Бет деп қалдыңыз, жаңағы бел, тағы да басқа дене мүшелері бар ғой, инелердің қалыңдығы, демек сол терінің де қалыңдығына байланысты, иә? Қанша дерт барын, қалай айықтыру керегін
инемен қалай дәл табасыздар? Маған сол қызық. Енді иглотерапияның ол адам ағзасына келтірер пайдасы өте зор екенін көптеген ғалымдар дәлелдеген болатын. Ине терапиясы енді бас ауырғанға, бас сақинасы, құлақ ауырғанға, құлақтың суықтан шыңылдауына, бет нервінің қисаюы, инсулит алған адамдарға, онымен қоса остеохондроз, белі омыртқа, кіржа ауруларына көмектеседі. Ас қорыту жүйе ауруларына көмектеседі. Ерлерде болатын жыныс әлсіздік, простатит жеңіл түрдегі осыған көмектеседі. Әйелдерде болатын жатырды суға алу, онымен қоса етекір келгенде ауырсыну сезімі болады, етекір қалыпсыздығы болады. Соған да өте жақсы көмектеседі осы ине терапия. Қызу өткізу арқылы бірге жүріледі бұл процедура. Енді онымен қоса тізедегі буын ауруларына, артрит, артроз ауруларына, варикоз ауруларына, қазақша айтқанда вена қан тамырының түйінделуі, тосылуы дейміз ғой. Осыған да жақсы көмектеседі. Иммунитеттің әлсіреуіне, қан айналымды жақсартуға керек болса жақсы көмектесетін процедура бұл. Енді бір ғана инемен сансыз дертке дауа табуға болады екен. Сіз атап өткен дерттердің ішінде аталмағаны қалмаған сияқты ойланып қалдым өзімде. Расында таңертең балабақшаға, кешке алар ақшаға сығып жүріп, жаңағы көлік тығынына тап болса да ашуланып күйгелектенетін, кешке келіп жаны мазасызданып ұйықтай алмайтын да адамдар бар. Кейде қарасаң барлығы ұялы телефонда парақтап, жаңағы Дарвиннің маймыл заманын көз алдымызға елестетеді. Оның ішінде әрине өзіміз де бармыз. Сөйтіп жүріп омыртқамыз қисаяды, жұмысымыз отырып тағы да омыртқамыздың тағы да әртүрлі өзгеріске ұшырап жатқанын байқай бермейміз. Кейін ауру асқына бастаған кезде ауырып дертімізге ем іздей бастайтынымыз рас қой. Жалпы адам жүйкесінің тыныш еместігі, ұйқысының дұрыс болмауы, соның барлығына ине көмек тигізе ме, сол туралы айтыңызшы? Енді жүйке жүйенің зақымдалуы, ол жердегі қан мен лимфа айналымының нашарлауы, оттегінің жақсы жетіспеуінен болады. Енді осы инені ол жергелерге салу арқылы қан мен лимфа айналымын жақсартып, ол жердегі ткандардың қоректігін өсіріп, жүйке талшықтарының қызметінің жақсаруына ықпал етеді. Сондықтан да осы көптеген адамдар айтып отырады, осы иненің жүйке жүйе ауруларына пайдасының орасан зор болуының себебі осы. Енді Америкада көптеген 60%-дан астам нашақорларды осы инемен емдеген екен. Онымен қоса әзір темекі, арақай, үйренікті болып қалған жандарды осы инемен емдеуге ден қойған екен. Тағы бір қызықты ақпарат айтайын. Осы құлақтағы нүктелерге ине салу арқылы адам бойындағы жаман әдеттен, жаман дағдыдан арылтуға көмектеседі екен. Мәссаған, бұл жауабыңыз өте таңғалдырды. Құлаққа ине салу арқылы нашар әдеттен арылуға бола ма? Жалқаулықтан арылуға бола ма? Может, оған да пайдасы болып қалатын шығар. Бәріне де. Демек, нүктелерді дәл табуға байланысты ғой? Дәл табуға байланысты. Мысалы, асқазан ауырып барған адам ине терапиясынан кейін дертінен айығуы мүмкін ба? Енді асқазан ауырғанда ол ине терапиясын алып қана қоймастан шөп дәрілерімен, басқа да ем түрлерімен бірге кешенді алған кезде ол адамға емнің тез әрі жақсы жүруі көмектеседі. Жақсы, керемет. Жаңа ине терапиясының септігі туралы айтып қалдыңыз. Жалпы бұл шығыс медицинасы бірнеше ғасыр бұрын біздің қолданысымызға бірден енген жоқ та, кейін біртіндеп таныса бастадық. Бірақ қазіргі шөп дәрілердің барлығы тарихы тереңде жатыр. Еуропа елдеріне 800 жыл бұрын келген екен. Сіз айтып өтіңізші, біздің елімізде бұл ем түріне сұраныс қалай болып жатыр? Енді бұл ине терапиясы тарихи өте ұзақ танымал терапиялардың бірі болады. Статикаға негізделгенде ол Қытай халқында біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда Қытайдың солтүстігінде тәжірибе жасаған ғалымдардың, дәрігерлердің жазбаларынан табылған деседі. Сондықтан көптеген ғалымдар айтады ғой, ине терапиясының 5000 жылдық тарихи бар деген себеп де осы. Енді біз осы саланы 2018 жылдан бастап осы жақта атсалысып істей бастадық. Қазір енді адамдардың антибиотиктен, химиялық дәрілерден шаршаған, жүйкесі тозған заман. Дұрыс айтасыз. Сондықтан енді осы халқымыздың инеге деген сұранысы артып жатыр. Түсінікті. Енді мына көз алдымызда шөп дәрілердің тең жартысы болар. Барлығын бірдей студияға арқалап әкелу мүмкін болмады. Кейде дәріханаға барсаң, әлі ауру ойлап табылмаған да дәрілері бар. Бір дәрі бір жерімізді емдесе, екінші бір жерімізді зақымдап жатады. Мысалы, мына жерде жүрек қысылу, өтке тас байлану дейді. Олардың барлығына шөптерді қалай зерттейсіздер? Бұл сіздердің зертханаларыңыздан шыққан дәрілер,
Әрине енді осы шөп дәрілердің шығыс медицинасының адам ағзасына тигізер пайдасы зор. Бұл жерде ине салу болсын, арнайы маманға ине салдырғанды айтып отырмын. Осы емдердің адам ағзасына кері ықпалы өте аз. Мысалы, антибиотиктер бір жерімізді емдесе, бір жерімізді зақымдайды ғой, бірақ шөп дәрілердің ондай зияны жоқ, енді шөп дәрілердің ондай зияны жоқ. Көптеген адамдар осы шөп дәрілермен емдеуге күмән көзбен қарайды. Өйткені бұл шөп дәрілер таза табиғи өнім болғандықтан, тек оның емделу уақыты ұзағырақ болады. Бұған енді табандылықпен қараудың өзі де бір үлкен еңбек. Біздің адамдар бәрі тез болғанын қалайды, нәтижені тез күтеміз, орындалмай жатса қолымызды бір сілтеуге дайын тұрамыз, бәріміз шыдамсыз болып кеткенбіз ғой. Енді химиялық дәрі-дәрмектер, антибиотиктер олар адам ағзасына тез әсер етеді, бірақ енді оның кері ықпалында енді көп адамдардың барлығы біліп жатыр. Сонда да мен кеңес берер едім, таза табиғи өніммен емделгенге нежесін, өйткені дерт көп, денсаулық біреу ғой. Әрине, дұрыс айтасыз, дерт көп, денсаулық біреу, расында да солай. Ал енді таңғы жаттығуларға уақытымыз жете бермейді. Ұйқыдан тұрып, ағзаны оятып, су ішу, жаттығу жасау деген сияқты қағидаларды ұстана бермейміз. Асығып, аптығып, 12 немесе 1 кезінде ғана түстенетін адамдар бар. Жанталасқан заман ғой. Соның барлығына шөп дәрілердің де оң ықпалы тиетін шығар. Тиеді. Онымен қоса енді өзімізде спортпен айналысып, осындай тұрмыс дағдымызды жақсартуымыз керек. Дұрыс айтасыз. Уақытты тиімді пайдаланбаймыз, жанталасқан бір заман әйтеуір. Және бір естуімше әрбір 4-ші ерлі зайыптылар бөлек бөлмеде ұйықтайды дейді. Балалардың да жүйкесі тыныш емес, өйткені анасынан жаңағы тітіркенішті толқынды бала бірінші сезеді. Мектепте де, оқу орнында да дұрыс қалыптаспау сол отбасынан басталады деп жатады. Сіздің осыған алып қосарыңыз қандай? Ұйқыны түзеу туралы кішкене мәлімет берсеңіз. Енді сөзіңіздің жаны бар. Өйткені біз өзіміздің зертханамыздан ерлердің пациенттігін арттыруға, ерлік қуатты арттыруға шөп дәрілерді әзірлеген болатынбыз. Оны 50-60 жас шамасындағы азаматтарға дайындаған болатынбыз. Артынша осы дәрілеріміз қалай жарнамаға шыққан екен, орталығымызға келетін жастар жағы да көбейді. Содан бұл проблема уже жастар жағына да көбейіп келе жатқанын аңғардық. Шынында да Қазақстанда әрбір 6-шы ерлі зайыпты әлі перзент сүйе алмай, бедеулікпен белсіздіктің тауқыметін тартып жүрген көрінеді. Бұл туралы да сіздердің зертханаларыңыздың арнайы бір мәліметі бар шығар. Енді қазір осы тұрмыс дағдымыз, ортамыз, өсіп жатқан, ішіп жатқан тамақтарымыз, шаршаңқы жұмыстарымыз, бұның барлығы адам организміне әсер етеді. Енді бала сүйе алмауда ол жеңіл түр және күрделі түр деп бөлінеді. Жеңіл түр әйел адамдардың денесін суық алу, етекірдің қалыпсыздығы деген сияқты, ерлердің ерлік қуатының әлсіздігі, бұған енді ыстық өткізіп ине алу көмектеседі. Ал бірақ енді күрделі түрі болса, әйел адамдарда екі тұрбаның бітелуі, жатырдың ауытқуы деген сияқты проблемалы болады. Ер адамдарда ұрықтың мөлшері проценті 0 болып тұрған жағдайда, оның формасының өзгеру жағдайында бұл шөп дәрілермен емдеу ол ұзақ уақытқа ешкім табандылық ете алуы екіталай, оның көмектесуі де екіталай. Сол себепті заманауи опрессияға яки болмаса экоға жүгінгені дұрыс, уақытын өткізіп алмау үшін. Қолдарыңыздан келгенше ықпал етесіздер, нәтиже оң бергенше. Әлде тіптен мүмкін емес болған жағдайда емдеудің басқа жолдарында іздеуге кеңес бересіздер ғой. Түсінікті. Енді хиджаманы да сіздің орталықтың жасайтын білеміз. Хиджама жалпы қанша жастағы адамдарға арналған және қанның қоюлығы, қан қысымының төмен жоғарылығы қаншалықты әсер етеді? Енді хиджама ол араб тілінде хажим деген сөзден алынған екен. Бұл сөздің мағынасы тартып алу, суыру деген мағынада екен. Енді бұл хиджамада жас шектемесі жоқ. Мысалы, талықсып баратын, жылап талықсып қалатын балалар болады ғой. Солардың арт жағынан хиджама жасаған кезде ол сразу есіне келеді. Өйткені бұл жерде қан айналымы тезделеді, адам сразу тітіркеніп қалпына келетін себебі де сол. Енді хиджаманың пайдасы бұда ежелгі терапиялардың бір түрі болып есептеледі.
қан айналымды, зат алмасуды реттейді, токсиндардың шығаруына көмектеседі. Онымен қоса буындағы сарсу аурулары, суық тиюден болған ауруларға көмектеседі хижама. Қаншама ақпаратқа жетік қанық болып жатырмыз, білгенің біреу, білмегенің 99 дейді. Білім әдетте ізденісті қажет етеді. Кез келген саланың маманы білімін ізденіспен жетілдірмесе, әрине сананы шаң басатыны белгілі. Әсіресе медицина мамандарына бұл жағдай қалыпты. Күнделікті ізденіс, күнделікті шөп дәрін зерттеу, күнделікті жаңа мүмкіндіктерді қарастыру. Жалпы жас болсаңыз да осынша өміріңіздің басым бөлігін осы салаға арнаған екенсіз. Бұл мамандықты таңдауға кім себепші болып, өзіңізге үлгі тұтатын ұстаздарыңыз кім? Енді әрине дәрігер болу оңай емес. Өйткені ол адамның денсаулығы мен организммен тығыз байланысты болады. Білгенім 1-9 болса, білмегенім 99 дұрыс айтасыз. Енді мен өзім кішкене кезден дәрігер отбасында дүниеге келдім. Өзімнің ұлы атам, ата әжем, өзімнің сүйікті анам осы салада талай жыл еңбек еткен кісілер. Көзімді ашқаннан осы дәрігерлік жұмыстарын көргеннен кейін осы салаға келуіме септік болған сол кісілер деп ойлаймын. Енді дұрыс айтасыз, қазіргі ғарыштай дамыған заманда адам өзін кемелдендіріп, толықтандырып отырмаса, шаңның ортасында қалып қалу да ғажап емес. Соған менің өмірлік ұстазым әке-шешемнен де алған білімім бар, университеттегі ұстаздарымнан алған білімдерім бар. Сол білімдерімнің арқасында осы саланы әйтеу кішкенеден үлкенге қарай дамытып жатқан жайымыз бар. Енді менің өмірлік ұстанымым болса, енді білмегенің үшін намыстанба дейді ғой, білуге тырыспағаның үшін намыстан дейді. Соған мен бір орында тұрып қалудан қатты қорқамын. Соған айтады ғой, надандардың көзі көр, қор болмай талап дер. Талаптансаң жығасың, жауды мықты демеңдер дейді. Соған енді осындай тырысуды әр адам тоқтатпаған жөн деп ойлаймын. Әрине, болдым, толдым деуден аулақпын дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Тамаша, керемет. Енді аталарыңыздан бастап, үй ішіңізден бастап, осы салаға бет тұрғаннан кейін ұяда көргенін тарихи отанында, өзінің сүйікті саласында жалғастырып жатыр. Біз әрине өте қуаныштымыз, осындай жас мамандардың заманы десек болады. Жаңа Қазақстан деп айтып жатырмыз. Жаңа Қазақстанның іргесін білімді, жігерлі жастармен әрине әлде де көркем қалауға болады. Солай ғой. Мынау шөп дәрілерді көріп, осынша дерттің бір адамның ағзасында болуы да мүмкін екен-ау деп ойланып отырмын. Осыған кеңірек тоқталсақ, қандай шөп дәрілермен қандай дерттерді емдеуге болады? Енді біздің орталығымыз тек қана шөп дәрілер емес. Біздің орталығы шығыс медицинасы мен қазақ ұлттық медицинасын біріктіргенбіз. Медцентримізде иглотерапия, емдік терапиясы, хижама, аппараттармен емдеу, сүлік салу деген сияқты, шөптермен булау деген сияқты ем түрлеріміз бар. Ең маңыздысы медцентримізде 350-ге жуық таза табиғи шөп дәрілер бар. Осы шөп дәрілер арқылы әртүрлі ауруға әртүрлі рецептпен осындай емдік шөптерді тағайындаймыз. Мысалы, мен осы жерге бірін алып келдім. Жүрек қысылу, өтке тас байлану деген сияқты. Асқазан ауру, қан аздық дейді. Қан аздық, қуық асты безінің қабынуы, бұл ерлерге арналған. Ерлердің жыныс әлсіздігі арықтауға арналған, ұйқысыздыққа арналған, ашқазан, бүйрек ауруларына арналған шөп дәрілеріміз көп. Ал керек болса, 350 шөп түрлерінен осыншама дәрі-дәрмек ойлап тауып жатқан сіздердің орталықтарыңызға алғыс. Дерттерінен дауа тапқан жандар көбейсін, деніміз сау болсын, біз ұрпағымызбен, ұлтымызбен мақтанайық. Ұлттың саулығы бұл дені сау азаматтарға негізделген. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер, адамға зиянынан гөрі пайдасын тигізудің өзі Алланың бір үлкен нығметі деп білеміз. Ал үй жағдайында адамдар кейде көбіне дәрігерге бара бермейді. Қандай шөп дәрілерді қолданған дұрыс? Мысалы, ұйқысы келмейтін адамдар немесе... Енді денсаулық ол бізге Алланың берген аманаты ғой, ол аманатқа қиянат жасамау керек.
енді ол үй жағдайында күтіну дегенде қымбат кремдерді қолдану деген сөз емес. Әдетте де мысалы өзіңіз үйіңізде шайға қосып жүрген қаймақтың өзін бетке жағып, онымен күтінуге болады. Күтінем деген адамға. Мысалы өзіміз тамаққа қосып жүретін жемжемілді суға қайнатып, шашымызды, басымызды жусақ, бастың қан айналысын жақсартып, шаштың түсуін, шаштың ағаруына көмектеседі. Қандай шөп? Жемжеміл. Жемжеміл бұл шөп емес, кәдімгі тамаққа қосып жүретін жемжеміл бар ғой, соны айтып отырмын. Онымен қоса енді адыраспанға жалбызды қосып қайнатып, үстіне мед қосып, ваннаға сумен түсетін болсақ, ол аллергияға, дененің қышуына көмектеседі. Сонымен қатар өзім кішкене кезден қолданатын бір әдіс. Мына өзіміздің тіс порошогы бар ғой, тіс пастасы. Соған витамин Е-ні сығып қосып, бетімізді жуып берсек, ол бетімізді салқындатып, беттің қызаруын, беттегі бөрткен безеулерді кетіреді. Енді тағы бір сана дейтін шөп бар, көп қолданамыз оны мысалы. Ол сана іштің қатуын, үлкен дәреттің жүрмей қалуына көмектеседі. Енді бет күтіміне келетін болсақ, бананға балды араластырып жағу арқылы, яки тұқымның жұмыртқаның ағын араластырып жағу арқылы беттегі дақты кетіруге болады. Осындай кішкене күтімдер өте көп енді. Мінекей пайдалы кеңес. Біздің бағдарламаны үзбей көрген жан өзіне қажетті ақпаратты алды деп ойлаймыз. Өзге де толық мәліметті Гүлмира Серікқызының парақшасынан анықтап білсеңіздер болады. Біраз пайдалы ақпараттарға да қанық болдық. Әрине оның барлығы еңбек жолымен, тәжірибемен келетін кеңестер ғой. Сіздің орталыққа баратын науқастарға диагнозды қалай қоясыздар? Енді біз келген науқастарға бірінші диагноз қоямыз. Емнің дұрыс жүру ол нақты қойылған диагнозбен байланысты. Бұнда науқастардың алып келген рентген қағаз, анализ қағаздармен бірлестіре отырып, аппараттармен диагноз қоямыз. Онымен қоса шығыс медицинаның ерекше түрі, ол тамыр ұстау арқылы диагноз қойылады. Осы орайда мен енді біздің Гүлдей медцентрдің бас дәрігері, яғни өзімнің анам, Камария Нұржауқызын айта кетпекшімін. Ол кісінің ұзақ жылғы опыты арқылы қойылған диагноз емделушілеріміздің көңілінен шығып, ризашылығын білдіріп жатқан жайттар бар. Енді біз үшін ең үлкен бақытта, байлықта емделушілеріміздің жүзінен көрген күлкінің сезіну, үлкен ата әжелеріміздің, аға әпкелеріміздің бізге берген алғысы, батасы, ол біз үшін ең үлкен мәртебе. Тамаша, керемет. Мінекей ақалатты абзал жандардың да еңбегін бағалап, науқастар алғысымен барып жатса, дендерінің саулығы, халықтың амандығы, содан асқан байлық бар ма? Алғын уақытыңыз бөліп келгеніңізге рахмет, Гүлмира ханым. Біз бүгін тамаша ақпараттарға куә болып отырмыз. Осыншама шөптерлердің осынша дерттерге дауа болатынына тағы да көз жеткізгендейміз. Өзге де мәліметтер үшін біздің көрермен сіздің орталыққа барып кеңес алады деген ойдамыз. Құрметті көрермен, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер, дендеріңіздің саулығына қаттырақ көңіл бөліңіздер. Алғашқыда ауру белгілері байқалғанға дейінде мұқияттықпен, сақтықпен қараңыздар. Өзіңіз айтпақшы, денсаулық Алланың аманаты. Солай ғой? Иә. Рахмет, Гүлмира ханым. Сізге де рахмет.